Әзербайжан-Армения бейбітшілігі. Жаңаша кезең. 2025 жылы 8 тамыз күні Ақ үйде ақш президенті Дональд Трамптың қатысуымен Әзербайжан президенті Илхам Әлиев пен Армения премьер-министрі Никол Пашинян тарихи бейбіт келісімге қол қойды. Бұл 4-10 жылдыққа созылған қақтығысты тоқтатуға бағытталған алғашқы нақты қадам болды. Дональд Трамптың сөзі, ол келісімнің бекітіліп, екі елдің тамаша қарым-қатынаста болатынына сенімді екенін айтты. Олар ұзақ уақыт дос болады, егер болмаса мен жөндеп жіберемін. Сонымен бірге екі елге соғысты тоқтату, дипломатиялық қатынасты қалпына келтіру және территориялық бүтіндікті сыйлау міндеттемелерін қабылдағанын жеткізді. Трамптың атымен аталатын транзит дәлізін ресми атауы Trump Route for International Peace and Prosperity ақшы дамытады деп жариялады. Никол Пашинянның сөзі, біз өткен тарихтан гөрі жақсы тарих жазудың негізін қалыптастырудамыз, деді ол. Бұл жетістік Трамптың жеке қатысуы мен бейбітшілікке ұмтылысының нәтижесі екендігін атап өтті. Илхам Әлиевтің сөзі, Әлиев президент Трамп 6 айда керемет нәрсе жасады деп кешенді бағалап, осы кезеңдегі күш-жігерді жоғары бағалады. Ресей ықпалының әлсіреуі және ақш ықпалының артуы, Ресейдің Кавказдағы және Орталық Азиядағы ықпалы әлсіреу үстінде. Бұл жағдай Украинаға басып кіруден кейін тіптен айқын көрінді. Осы келісім ақш-тың солтүстік Кавказдағы ықпалын күшейтіп, Трамптың әлемдік бейбітшіліктің делдалына айналуын жаңа деңгейге көтерді. Зангезур дәлізі TRIP жобасы және экономикалық перспектива Зангезур дәлізі Әзербайжанның эксклавы Нахичеванға Армения арқылы өтетін транзиттік жол. Бұл дәліз ақш-тың басшылығымен дамытылатын болады. Соңғы бірнеше айда Америка мен Армения әскери жаттығулар жүрді. Бұл транзит дәлізінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі белгі ретінде қарастырылуда. Түркия арқылы Үнді Азия қауымдастығына жалғасқан байланыс. Бұл дәліз Түркия, Әзербайжан әрі Орталық Азия мен Азия елдері арасында жаңа экономикалық және логистикалық байланысты нығайтуға жол ашты. Мұнай мен газ тасымалының ағымы, сондай-ақ темір жол және оптикалық кабельдер арқылы байланыс күшейтіледі. Қорытынды. Бұл жағдай Ресейдің дәстүрлі ықпал аймағынан шығып, ақш пен батыстың ықпал аймағына бағыт алумен сипатталады. Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісім аймақты тұрақтылық пен экономикалық мүмкіндіктердің есігін ашқан тарихи оқиға. Зангезур дәлізі мен транзиттік логистикалық жобалар әлемдік нарыққа жаңа жол салған стратегиялық бастама. Көрермендерге үндеу. Құрметті көрермендер, сіздер де бұл оқиғаға белсене қатысыңыздар. Орталық Азия мен Кавказ арасындағы экономикалық мүмкіндіктерді зерттеңіз. Транзит, энергетика және инфрақұрылым жобаларына назар аударыңыз. Әлемдік қауіпсіздік пен бейбітшілікке өз үлесіңізді қосыңыз, пікірлеріңізбен бөлісіп, талқылауға белсенді болыңыздар. Осындай әлемдік жаңалықтар ұнаса арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп тастайық.